Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1953 жылы 17 мамырда Алматы қаласында туған. Әкесі Кемел Тоқайұлы Тоқаев 1923 жылы дүниеге келіп, 1986 жылы дүниеден озды. Ұлы Отан соғысының ардагері. Анасы Тұрар Шабарбаева 1931 жылы дүниеге келіп, 2000 жылы дүниеден өтті. Алматы шет тілдер педагогикалық институтында қызмет еткен. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 1975 жылы Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтын бітірген. КСРО-ның Қытай Халық Республикасындағы елшілігінде диплом алдындағы тағылымдамадан өткен. 1992 жылы Ресей Федерациясы Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық академиясын тәмамдады. Еңбек жолын 1975 жылы КСРО-ның Сыртқы істер министрлігінде бастап, Кеңес одағының Сингапур Республикасындағы елшілігінде жұмысқа жолданған. 1979 жылы КСРО-ның Сыртқы істер министрлігінің аппаратына оралды. 1984-1985 жылдар аралығында КСРО-ның Сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарып, кейіннен Кеңес одағының Қытай Халық Республикасындағы елшілігіне жіберілді. Онда 1991 жылға дейін екінші хатшы, бірінші хатшы және кеңесшісі лауазымында қызмет істейді. 1992 жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің орынбасары болып тағайындалды. 1993 жылы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары болды. 1994 жылы еліміздің Сыртқы істер министрі болып тағайындалды. 1999 жылы наурызда Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары болды. 1999 жылы қазанда парламенттің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен премьер-министр болып тағайындалды. 2002 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасының мемлекет хатшысы, сыртқы істер министрі болды. 2003-2007 жылдары Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрі қызметін атқарды. 2007 жылғы қаңтарда Қазақстан Республикасының парламент сенатының төрағасы болып сайланды. 2008 жылы Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасының спикері ретінде парламенттік ассамблеясының вице-президенті болып сайланды. 2011 жылғы наурызда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының орынбасары, Біріккен ұлттар ұйымының Женевадағы бөлімшесінің бас директоры, сондай-ақ қарусыздану жөніндегі конференцияның ұлттар ұйымының бас хатшысының жеке өкілі болып тағайындалды. 2013 жылғы 16 қазанда Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы болып қайта сайланды. 2019 жылғы 20 наурызда Қазақстан Республикасының президенті ретінде ант қабылдады. 2019 жылы 9 маусымда өткен кезектен тыс президент сайлауында 70% дауыс жинап, Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. 2019 жылы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Конституциясының 42 бабына сәйкес ант беріп, ресми түрде сайланған президент ретінде мемлекет басшысы лауазымына кірісті. Отбасылық жағдайы: ажырасқан бұрынғы әйелі Надежда Тоқаева 1957 жылы дүниеге келген. Ұлы Тимур Қасым-Жомартұлы Тоқаев 1984 жылы дүниеге келген. Саясаттану ғылымының кандидаты, бизнесмен. Қазақстан Республикасының президенті өз лауазымына кіріскен соң қолынан келгенін бәрін жасап жатыр. Ол тіпті держава басшысынан қорықпай Санкт-Петербургтегі халықаралық экономикалық форумда Луганск пен Донецкке қатысты пікір білдірді. Қазақстан халқы Украинадағы Ресейдің арнайы операциясы туралы не ойлайтынын ашып айтты. Сондағы оның айтқан сөзі: таңдау құқы берілсе, қазіргі 193 мемлекеттің орнына 500-600 мемлекет құрылар еді. Бұл әрине хаосқа бастайды. Дәл осы себепті біз Тайваньды да, Косовоны да, Оңтүстік Осетияны да, Абхазияны да мойындамаймыз. Демек біздің бұл ұстанымымыздың квазимемлекеттік территория саналатын Луганск пен Донецкке де қатысы бар. Және Қасым-Жомарт Тоқаев сол кездегі Қазақстанға қайтара айтқан Ресейдің Госдума депутаттары мен журналистердің пікірлеріне де жауап берді. Мен осы мінберді пайдаланып, бірқатар ресейлік депутаттың, журналистің, тіпті мәдениет қайраткерінің Қазақстанға қатысты айтқан қисынсыз сөздеріне наразылығымды білдіргім келеді. Барлық алауыздық екі ел халқының арасына және Ресей Федерациясының өзіне зиянын тигізеді. Сонымен қатар мемлекет басшысы әлемнің бірнеше тілін меңгерген. Thank you very much, dear gentlemen. I think that this meeting, this gathering was absolutely successful, at least. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis heureux de vous voir ce matin. Moi aussi, moi aussi. Dans le passé, j'ai parlé français et maintenant, malheureusement, cette possibilité n'existe plus. Sauf maintenant. Господин президент Армен Марданович, я очень рад вас видеть. Хотел бы, пользуясь возможностью, выразить признательность за посещение
города Нур-Султан. Сонымен қатар мемлекет басшысы спортқа да жақын. Мемлекет басшысы қазір жастарға үлгі болып, жастар сөзімен краш болып жүр. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мемлекет басшымыздың денсаулығы мықты болсын. Видео ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.